Сәлем достар, бүгін осындай шокобоксы жасайтын боламыз. В коробочке птичье молоко. Осы шаблонды мен сіздерге тегін берем, менің бесплатный телеграм-каналымнан алсаңыздар болады. Ссылкасын комментарийдің астына тастап кетемін. Міне мен жай распечаткадан шокобоксымды распечатала. Енді қазір барлығы линия бойынша қиып шығу керек. Линиялары барлығы көрініп тұр. Канцелярский нож немесе қайшымен қиып шықсаңыз болады. Қағаздың қалыңдығы мына видеода 200 грамм. Бұндай шокобоксыға 180, 190, 200 граммдық фотобумагаға шығара берсеңіз болады. Главная фотобумага глянцевая немесе односторонняя глянцевая да бұл шокобоксыға келеді. Қағазды, құрал жабдықтарды қалай таңдаймыз, ол жайында менде видео бар, комментарийдің астына тастап кетем, обязательно кіріп қараңыздар. Мына жерде видеода барлығы көрініп тұр, линиялары барлығы көрініп тұр. Сол үшін егерде осы видео ұнаса, сіздермен от и до давайте 8 мартқа әдемі бір шокобоксер дайындаймыз. Қиып болғаннан кейін беговка жасайсыздар. Беговка обязательно керек шокобоксыға. Мен беговканың канцелярский ножбен жасап жатырмын, қатты батырмаймын. Беговкадан кейін қағазыңыз өте күшті майысады, және де сразу уже формасы көрініп тұрады. Міне барлығын осылай майыстырып шығасыз. Мен до конца майыстырған жоқпын, қазір потом майыстыратын боламын. Қазір сіздерге птичье молокоға обертканы көрсеткім келіп тұр. Міне маған 2 девочка керек осы жерден и 2 жазуым керек. Бұл неге шокобоксыға 4 птичье молоко сияды. Енді осылай қиып аламын. Менде қағаз көріп тұрғандарыңызда мен фотобумагаға шығардым. Фотобумага 200 граммдық мына жерде де. Сіздерде 200 граммдық фотобумагаға шығарсаңыздар болады, бірақ беговка жасау керек. Линиялары бойынша беговка бәрі көрініп тұр, соны беговка жасайсыздар. Ал егерде қағазыңыз жұқа болатын болса, онда беговканың қажеті жоқ. Міне мен птичье молоколарымды алдым. Именно мынау птичье молоко менің видео түсіруге арналған птичье молоколарым. Енді қазір міне беговка жасағаннан кейін қараңыздар, 200 граммдық фотобумагаға қалай прям күшті келеді. Мынаны клеймен клейлей берсеңіздер болады, немесе двухсторонний скотчпен де клейлеуге болады. Міне видеода көрсетілгендей барлығын осылай жабыстырып шығасыздар. Жаңағы айтқандай, егерде қағазыңыз жұқа болатын болса, птичье молокоға ондай беговка жасамай, жай ғана былай жабыстыра бересіз. Енді міне шокобоксының астыңғы жағы. Осыны аламыз. Барлығы майыстырып шықтым. Мына 2 шетін көріп тұрсыздар ғой, сол 2 шетін ішіне кіргізесіздер. Былай. И төбесін жай ғана былай жабыстыра саласыз. Өте оңай. Именно мынау шокобоксының сборкасы ең оңай. Қазір 2 жағына клей жағамыз. Клеймен ыңғайлырақ болады, чем двухсторонний скотчпен. Міне клеймен тезірек. Енді қараңыздар. Қазір 2 шетін ішіне кіргіземіз, обязательно дұрыстап қарау. Міне 2 шетін кіргіздік. И жай төбесін жаба саласыздар, былай қыса саласыздар. Асықпай көрсетіп жатырмын, чтобы сізге түсінікті болу үшін. Міне шын кигіздім. Енді былай жабыстырам қазір. Былай жабыстыра саласыздар. Именно осы шокобокстың жаңағы айтқандай сборкасы ең оңай. Міне ішіне кіргіздім 2 и жабыстыра салдым. Енді қалған 2 шетіне клейді жабыстырам да, тоже жай төмен қаратып жабыстыра салам. Обязательно беговка жасаңыздар. Беговка жасамасаңыздар, бұндай шокобокс сізде шықпайды. Қисық-қисық шығады. Ал беговкадан кейін сызықтары бәрі ровно болып майысады ғой. Сол үшін обязательно беговка жасау керек. Міне ең оңай. Жасап көріңіздер обязательно. Егерде осы видео ұнайтын болса, онда мен 8 мартқа әдемі набор жасайтын боламын сіздермен бірге. Және де осының бесплатный эскизін мен сізге беретін боламын менің бесплатный телеграм каналымда. Міне осы птичье молоконы салып қойдық. Енді жоғарғы жағын также собирать етеміз қазір. Крышкасын дәл солай жинайсыздар. Міне 2 шетін кигіздім қағазды. Обязательно кигізу керек. Дұрыстап ровно болу керек. И осылай жай ғана қазір қыса салатын боламыз. Міне. Енді екінші жағын клей уже жабысып тұр. Клей жақ қойдым. Енді
мына екі шетіне клейді жағам. Сразу жақсаңыздар болады, төрт шетіне, но кішкене былай майыстырғанда клей қолыңызға жабысады, сол үшін лучше на потом. Міне, крышкасы дайын. Жаңағы астыңғы жағын қалай собирать еттік, крышкасын дәл солай собирать етесіз. Беговкасы прям ровно болу керек. Енді қараңыздар, міне, қазір жауып көрсетейін. Міне, барлығы жабылады. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Коробочканы жинауда, жасауда, жай распечаткадан шығара саласыз. Фотобумаганың қалыңдығы 200-ден немесе 180-ден жоғары фотобумагаға шығарасыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы оңай ашылады, оңай жабылады. Сол үшін осы шаблонды алғыңыз келсе, обязательно менің YouTube каналыма подписаться етіп, және де комментарийдің астында ссылка тұрады. Сол ссылка арқылы өтіп, менің бесплатный телеграм каналыма. Сол жерден осы шаблонды ала аласыз. Және де бұдан басқа менің каналымда көптеген видеолар бар, помпоньерка тойбастар жасау жайында. Сол үшін обязательно менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, өйткені менің каналымда ең күшті видеолар шығып тұрады. Менің видеомды қарағандарыңызға рахмет. Всем пока!